Үшеу, иә? 250. 3 пакет. Келсеңізші кешке жақын көрсеңіз. 500. 2000. Қазір үйде емеспін, үйде емеспін. Иә, бір. 470. Иә, енді бірінші төлемақы степ деп аталады, иә? Бұл қанша пайыз? 50. Екіншіміз қандай? Бинар, давайте есімізге түсіреміз. 10 пайыз. Үшіншіміз біздің повторная покупка 5 пайыз. Мына 200-ге біз практически бұны санамаймыз, иә? Өйткені бұл кішкентай пакет студенческий. Бұны не етпейміз, мынау обычно бізге бизнесқа мына пакетке керек. Иә, кіреміз, осы 500 алайық бүгін. Біз қалай кіреміз, өзімізге керек товарымызды аламыз, иә? 10 очки аламыз ба, ұлтарақ аламыз ба, саун аламыз ба, не имеет значения. Бірақ 500-де осыдан жоғары болу керек. Алған еміз мына. Біз, мысалы, Айгүл 500-ге кірді. Астына 2 адам қойды. Олар да 500-ге кірді. 500-дік пакетке. Айгүл қаншалады? 250. Дұрыс па? Ол не? Ол степ. Дұрыс па? 2 адамда келген кезде. Бұл қалай болады енді бізде? Кэшбэк деген бар. Мынау сіз товар алған кезде, осы 500 алдыңызға 500 долларды сізге кэшбэкке қосып салып береді. Қандай күшті, иә? 500-ге товар алдыңыз, кірдіңіз, ешқайда да кеткен жоқ, ол 500 доллар кабинетіңізде жатыр. 2 адам әкеп кірдіңіз, тіркедіңіз оң жағы сол жағына. Не істейді? 50, осының 50-ні кэшбэкқа кетеді, 200 долларыңызды теңгеге айырбастап, моментально сіздің любой Қазақстан картасына болсын, қайда болсын салып береді. Моментально. Адам тіркедіңіз, салып береді. Бұл біздің степіміз. Енді мына кісі біреу әкеп қойды тек, мына кісі біреу әкеп қойды. Не болады бұл жерде? Бір адамнан әкелсе? Тоже степ алады, иә? Тоже 250 доллар. Қандай күшті, иә? Сарқылдатып алады. Танымайды ма, таныйды ма, жұмысы жоқ. Енді мына кісі әкелді, екінші адамы қойды. Мына өзінің степін алды, тоже 250. Дұрыс па? Айгүл не алады сонда бұл жерде? Не алады? Бинар алады. Қанша? 50 аламыз, иә? 50, 10 пайызы, 500-дің 10 пайызы 50. 10-ын кэшбэкке кетеді бізге. 40-ты 470-ге көбейтіп, 18.800-ді Айгүл алады. Міне, осылай бесконечно. 2 адам әкелемін, степ алады. Бинар алып, кете береді өзін. Танима, танымаймы, шырыну, ілгейіну кете береді. Сынықты ғой? Е, міне, кете береді осылай. Егерде сіздер жаңадан келген болсаңыздар, міне қараңыздар. Когда мынау келген адамдарыңыз, өздерінің стептерін алғанда сіздерге бинар түседі. Түсінікті ғой? Осыны ұмытпаңыздар, е? Енді степ кетті, бинар кетті, повторно покупка деген бар. Мына екеуі бір жақ шері сразу моментально алады. Клиенттарына келді, командасы бар. Спокойно, сразу моментально өздерінің выплаталарын алады. Ал повторная покупка дегеніміз, егер де сіздің пакетіңіз 500 болатын болса, Айгүлдің алып келген командасында біреу очки алды дейді, я? 60 долларға, біреу 40 долларға ұлтарақ алып жатыр, біреу сауна алып жатыр. Осының бәрі 6 линияға дейін 5 пайыз сіздер айына бір рет төленеді. Ол қай уақыт 29 менен 28 аралығында бір айдың ішінде отчетный период. Түсінікті ғой? Бір айда. Бірақ осы 5 пайызды алу үшін сіздер не істеулеріңіз керек? 5 пайызды алу үшін сіздер айына бір рет 30 пилиға сіздер товар оборот жасауыңыз керек. Может, сумма пасталас керек қой үйге? Керек. Роза фохол тоже, я, по-моему, 30. Міне керек затыңызды аласыз. Зато сіз астыңыздағы адамдардан 5% аласыз. Бұл күшті премия шығады. Алғанда кәдімгідей қуанасың ғой, о, премия түсті деп. Үшеуінің міне осы. Енді кэшбэк вообще не үшін керек? Білесіздер ме? Не үшін кэшбэкті шығарған? Сіздер жеңілдікпен товар алу үшін. Осы кэшбэк арқылы, допустим, сіздердің очкиларыңыз тұрады 25.850 теңге. Дұрыс па? Осының 40%-ын сіздер төлейсіздер да, 60%-ын сіздерден кэшбэктен ұстап отырады. Осы үшін керек бізге, жеңілдік үшін кэшбэк. Шагомерді бәріңіз білесіздер, я? 10 шаг жүрсеңіздер, 10 доллар күніне, бірақ оны қолға бермейді. Тоже кэшбэкқа түседі, ол да жеңілдікпен товар алатын зат. Міне осы, енді статуспен жабылатындар бар. Ол вообще керемет. Бірінші статус бізге директор.
Бұған не төленеді? Статусты. Бір рет директор болдыңыздар ма? Болды. Постоянно директор боласыздар. Бұны ай сайын статусты подтверждать етіп қажеті жоқ. Бұған 100 береді сізге. Бұл накопительный туристический фонд. Бірақ мына 100-ді алу үшін нужно каждый месяц подтверждать. А самого статуса не надо. Түсінікті ғой? Екіншісі, региональный директор. Бұған уже қанша береді? 200 береді, е? 200. Бұл да накопительный. Күшті ғой? Біз жұмсақ қоямыз. Қазір менде тұр, мен айтам, әна қолға бергенде мен білмейтін дедім да, мына долларлардың жатқанын деп. Зато жинап, шетелге шығып саяхаттап, коллективпен қыдырған вообще күшті, е? Үшіншісі бізде НАЦ. Дұрыс па? Национальный директор. Уже не береді? $500. Оға не үшін береді оны? Автобонус. Автобонус. Тоже жинап, өздеріңізге машина қоссаңыздар да болады, машина алсаңыздар да болады. 4-тен бастап интернациональный директор, континентальный директор, ор директор да, амбассадор, бұлардың бәрі не кіреді? 1-менен 3%ға дейін Евразийский фонд товарообороттан 1-3% төленеді. Евразийский товарооборот, можете себе представить? Товарооборот 1-3. Ал уже орг директор болған кезде, орг директордан кіреді ғой, орг директор болған кезде уже всемирный товарообороттан алатын болады. Здесь, по-моему, 0,3, если я не ошибаюсь. Ал көрген жоқпын әлі. Поэтому не помню точно цифру. 0,3. Көрдіңіздер ме? Это уже я после национальной гандии. Бәрін жалпы ең соңғы уже орг директор, потом уже амбассадор и так далее. Но мынағанда жетсеңіздер жаман емес. Евразийский фондтан. Түсінікті ғой, сұрақтарыңыз бар ма? Еще өздеріңізді товарды алып сата беруге болады, розница, продажа, да? Ал адам әкелген тіпті күшті. 2 адам әкелдіңіз 94 000 қалтада, 2 адам әкелдіңіз 94 000 қалтада. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай сұрақ туы мүмкін, е? Мынау 500-ге келді, мынау 250-ге келді. Қанша аламын деп? $100 аламыз, е? $100 аламыз, 120, то есть. Неге? Өйткені малый веткадан саналады. Малый веткадан. Но мына кісі көтергенде өзінің пакетін Апгрейд жасап көтереді пакетін, сол кезде қайтадан сізге сол $100 разница түседі. Всегда считается. Мынандай да болуы мүмкін. Бұлай командаңыз кетті, мына жер тоқтап қалды. Ничего страшного, 3 айдан кейін ба, 4 айдан кейін ба, олар жұмыс жасай бастаған кезде сіздерді түсе береді уже. Мына қараңыздар, мынау бірақ адам. Треугольникті білесіздер ме, көрсетейін ба? Золотой треугольник. Мынау Айгүл. Тоже. Мынау да Айгүл. Е? Бәрі өзіне түсті. Хорошо, мына жерде 250 алды Айгүл өзіне. Тоже 500-500-ден кірсе. Енді мына жерге өкісі бір адам әкелді, мына жерге бір әкелді. Бұны кім алады бәрін? Айгүлге кетеді, я бәрі. Преимуществосы осында. Бәрі Айгүлдікі. Қараңыздар. Қанша алып жатыр сонда Айгүл? Көрдіңіз ба? Бәрі Айгүлдікі. Даже мына жерде, мына команда істеме, Айгүл күтіп қалады ғой өзінің бинарын. А мына жерде хоть бір командада бір жағынан алып отырады, дұрыс па? Вот в этом весь плюс Айгүлдікі. Когда золотой треугольник берілсе. Егер жаңағы Айгүл 250-ге кірсе, астан тағы 250-ге өзі кіре алмайды енді. Кіре береді, разница жоқ, иә? Даже былай да болуы мүмкін. Айгүлдікі 250, мына жерден астынан 500-500-ге кірсе, Айгүл бір күнде ала алады. Өйткені оның пакеті 250. Бірақ күніне 250-ден жоғары ала алмайды. Қалғаны компанияға кетіп қалады. Сондықтан лучше сразу 500-ге хотя бы кірген дұрыс. Разница нету. Мына жерге 500-ге кіріп, мына жер 500-250 болса, мына 250. Апгрейд жасайды, қайтадан өзіне түседі. Бірақ мынаның бәрі, көрдіңіз ба? Мынаның бәрі Айгүлге жұмыс істеп жатыр ғой. А так мына жерге бір өзі кірді, басқа адамдар тұрды, мынау уже басқа. Мына клиент, правильно? А мынау бәрі Айгүлге жұмыс істейді. Полностью. Түсініңіздер ме? Вот в этом золотой треугольник.